саламатсыздар ма канал қолданушылары? Бүгін сіздерге құрманың сіз білмейтін құпиялары жайлы ақпараттар беріледі. Сондықтан да каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Соңғы жылдары жүргізілген бірқатар зерттеулер нәтижесінде құрманың пайдалы қасиеттері ашылды. Түркиядағы әйгілі Сема емханасының тағамтану және диета бөлімінің маманы Хайретдин Мутлуның айтуынша, құрма лиф минерал фенол тұрғысынан әрі натрий, калий, магний, кальций, темір, фосфат секілді минералдарға өте бай. Құрманың басты пайдалы қасиеттері протеин, май, көмір суын, яғни углевод үшеуін қатар қамтитын бірден бір жеміс. Жас құрма теріге оң ықпал етеді, жүктілікпен күнге киюден түскен дақтарды кетіреді. Құрамындағы темір қан аздыққа пайдалы. В1, В2 дәрумендерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Тамақ ауруына, жөтелге пайдалы, қатерлі ісіктен сақтайды. Жүрек қан тамырларына таптырмайтын ем. Құрамында фосфор мен кальцийдің молдығы сүйек ауруларынан қорғайды, жүйке жүйесінің шаршауын басады. Мидың жұмыс істеу қабілетін күшейтеді, ас қорытуға пайдалы, тойымдылық қасиеті өте жоғары. Балғын құрманың бойында 60-65%, кепкен құрмада 75-80% қант болғанына қарамастан адамды семіртпейді, жеңіл босануға септігін тигізеді. Сонымен қатар құрмада ағзаға тез сіңетін және де жылдам ыдыраушы қант шырыны бар. Ол ағзаның белсенділігін арттырып, жылу күшімен қамтамасыз етіп отырады. Сонымен қатар құрманың өзіндік емдік қабілеті де бар. Олардың ең маңыздыларын жіктейтін болсақ, күніне 3 құрма жеудің пайдасы. Құрма құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі, сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы симптомдарын жеңілдетеді. Құрмалар көз жанарының көру қабілетін жақсартуға қабілетті. Тіпті сәбізден де пайдалы. Себебі құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болған 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан, ішек жолының аурулары, тіпті асқазан обасының рак профилактикасы үшін пайдалану қажет. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы афродизиак ретінде құрманы қолданады. Жемісін ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты, жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары бар. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Мидың жұмыс істеу қабілетін арттырады, есте сақтау қабілетін жақсартады. Қатерлі ісіктің алдын алады. Талшықты жемістердің қатерлі ісікке шалдығу қаупін төмендететін зерттеулер көрсеткен. Құрмаларда көп мөлшерде талшық болады, холестеринге пайдалы. Жүрек қан тамырларының қартаюының алдын алады. Одан бөлек қанды тазалайды және де қысымын да реттейді. Ғажап жеміс. Зерттеулер нәтижесінде құрманың антисептик дәрі екені, жараларды тез жазатын, сүтті арттыратын, нәрестені қоректендіретін, құрамындағы калий балалардың өсіп жетілуін қамтамасыз ететін, таптырмайтын азық екені анықталған. Каротиннің көптігі теріге де пайдалы. Бетке безеу шыққанда, бетте ұсақ тесіктер пайда болғанда, олармен бірде-бір күресуші құрма жемісі болып табылады. Бұл жемістен бетке маска жасағанда, денеге арналған гель қолданғанда пайдалы. Ол денені ылғалдандырады және жасартады. Қан аздыққа пайдалы, темірге бай болғандықтан бір адам күніне 15 дана құрма жесе, денедегі темір қажеттілігін қамтамасыз еткен болады. Және темір жетіспеушілігінен пайда болатын аурулардан сақтанған болады. Бауырдың жұмысын жақсартады. В1, В2 витаминдерінің қатар кездесуі бауырды сауықтырады. Бауыр суық жемістерді жақсы көретіндіктен құрманы қауын, қиярмен жеген жақсы болады. Асқазан жарасын емдейді, асқазан жұмысын жақсартады. Кейбір мемлекеттерде асқазан жарасын емдеу үшін құрма арнайы тәжірибеден өткен. Ас қорытуға пайдалы, тойымдылық қасиеті өте жоғары. Миды және жүйке жүйесін тынықтандырады. Олардың жұмыс істеу қабілетін жақсартып, сергіткіш әсер береді. Бронх пен өкпенің қабынуын сауықтырады. Жеміс бета-каротинге бай болғандықтан тыныс алу жүйесін қамтамасыз етеді.
Сан түрлі дертке шипа. Құрма жемісі дастарханға көбінесе рамазан айында қойылатыны белгілі. Ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес береді. Құрманың құрамында калий, магний, кальций, темір көп, сондықтан қан аздық, күйзеліс, өкпе қабынуына таптырмас ем. Дәруменді жеміс артериялық қан қысымын реттейді. Оның құрамындағы микроэлементтер мерзімдік авитаминозға көмектеседі. Тек мөлшерден тыс пайдаланбау қажет. Құрманы уақытылы жеу қандағы холестериннің төмендеуіне ықпал етеді, яғни жүрек қан тамырлары аурулары қаупінің азаюына көмектеседі. Сонымен қатар құрма қандағы РН деңгейін төмендетеді және қартаю процесін баяулатады. Ислам елдерінде Рамазан айында ауыз ашуға жейтін алғашқы тағамның адам ағзасына тигізер пайдалы қасиеттері осындай. Құрманы өндіру және сату бойынша Сауд Арабиясы әлемдік көшбасшы болып табылады. Құрма Ирак, Арабия, Солтүстік Африка және Мароккодағы ауыл шаруашылық дақылы. Алайда құрма пальмалары әлемнің басқа аймақтарына да жеткізіліп, қазір ақш, Калифорния, Мексика, Австралия және басқа да елдерде өседі. Құрманың пайдалы қасиеттері ғалымдардың айтуынша күніне 10 құрма жеу адамды магний, мыс, күкірт және темірдің тәуліктік қажеттілігімен қамтамасыз етеді. 100 грамм құрманың құрамында су, ақуыз, майлар, көмірсулар, қанықпаған, май қышқылдары, мауана және дисахаридтер, органикалық қышқылдар бар. Сонымен қатар ол дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Оның калориясы 274 килокалория. Қатар халықтар үшін құрма қасиетті тағам болып саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Сонымен құрма несімен пайдалы? Құрма қалыпты жүрек жұмысы. Құрма құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етіп қоймай, сондай-ақ ыдыстарды тазалауға көмектеседі. Бұл өз кезегінде жүрек аурулар мен талмасының алдын алады. Сау бауыр. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі, сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы симптомдарын жеңілдетеді. Көру қабілеті жақсарады. Құрмалар көз жанарының көру қабілетін жақсартуға қабілетті. Себебі құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Сергектік. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз бір күнге жетерлік энергия аласыз. Ас қорыту. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан, ішек жолының аурулары, тіпті асқазан обасының рак профилактикасы үшін пайдалану қажет. Афродизиак. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы афродизиак ретінде құрманы қолданады. Жемісін ұнтақтап ерлердің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылы бар екені анықталған. Шаш пен терінің әдемілігі. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Міне, құрма жайлы мен сіздерге біршама ақпараттар бердім. Яғни осы кеңестерді өздеріңіздің үй жағдайларыңызда пайдалансаңыздар болады. Сондықтан да осы каналдан, осы қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Денсаулыққа пайдалы ақпараттарды осы каналдан алып отырасыздар.